Алғашқы адамдардың қалай суретке түскенін білесіз бе? Олар беттеріне сиырдың тезегін жағып, содан кейін тас плитамен өздерін ұратын болған. Тіпті жуынудың өзі осындай дөрекі әдіспен өтетін. Денелерін таяқпен аяусыз сабалайтын. Ал отбасында келіспеушілік туындаса, әжелерін ауаға лақтырып, оның жерге қалай түскеніне қарап шешім қабылдайтын болған. Жабайы заманда өмір сүрген бұл отбасының кезінде көршілері көп еді. Өкінішке қарай ол көршілердің бәрі қырылып, тек осы бір әулет қана аман қалды. Олардың аман қалуының себебі отағасы Груктың өлімнен қатты қорқатындығында еді. Қандай да бір қауіп төнсе, Грук бүкіл отбасын үңгірге тығып тастайтын. Тек аштық шегіне жеткенде ыржыңдап сыртқа тамақ іздеп шығатын. Далаға шықпас бұрын Грук айналаның қауіпсіз екеніне әрі толық тыныштыққа көз жеткізетін. Бірде олар құстың жұмыртқасын тауып алады. Жұмыртқаны кім ұрлайтынын анықтау үшін Грук тағы да әжесін көкке лақтырды. Әжесі жерге баспен қадалғандықтан Грук жұмыртқаға ұлы Тунгты жұмсайды. Тунг жұмыртқаны бас салғанымен келесі сәтте аналық құс оны соққыға жығып жерге сұлатады. Құс жұмыртқасын алып қаша жөнелгенде анасы Угга соңынан тұра жүгіріп жұмыртқаны жұлып алады. Угга жұмыртқаны әжесіне лақтырып, бүкіл отбасы жұмыла қимылдай бастайды. Ақыры олар жұмыртқаны қолға түсірді. Отбасы мүшелері қиындықпен келген дәмнен кезекпен ауыз тиеді. Бірақ кезек Грукқа жеткенде жұмыртқаның ең соңғы тамшысы ғана қалған еді. Күн батқан кезде отбасы үңгірге қайтуға асықты. Сол түні олардың қызы Гиптің назарын бір беймәлім жарық аударды. Ол бұрын соңды мұндай нәрсені көрмегендіктен қызығушылықпен үңгірден шығып жарықтың соңынан ереді. Қаудың басында ол алау ұстаған және аң терісін жамылған баланы кезіктірді. Гип бұл дүниеде басқа да адамдардың бар екеніне сене алар емес. Баланың аты Гай болатын. Ол өмір сүрудің көптеген амалдарын меңгерген еді. Ол Гипке жақында жойқын жер сілкінісі болатынын, аман қалу үшін мүмкіндігінше биікке көтерілу керектігін айтады. Гип оның шақыруынан бас тартқанда, Гай оған бір бақалшақ беріп, қауіп төнгенде оны үрлеуді тапсырады. Көп ұзамай Гай болжаған жер сілкінісі шынымен де басталды. Аяқ астындағы жер қақ айырылып, айналадағы таулар құлай бастады. Грук отбасын өз денесімен қорғағанымен, жер сілкінісі олардың баспанасын тас-талқан етеді. Бәрінің үміті үзіле бастағанда, олар үңгірдің түкпірінен бұрын соңды көрмеген жаңа әлемді ашады. Мұнда көптеген таңғажайып жануарлар өмір сүреді екен. Ұшатын тасбақалар, асқабақ пішінді жарқанаттар және өте қатыгез маймылдар. Бұл құбыжықтардың алдында Грук мүлдем дәрменсіз болып шығады. Кенеттен алып жолбарыс пайда болады. Грук оған тас лақтырғанымен одан еш нәтиже шықпады. Отбасы аман қалу үшін ағашқа өрмелемекші болады. Бірақ ол ағаш емес, алып мақұлықтың табаны болып шықты. Мақұлық оларды бір алаңқайға алып келеді. Олар бір үңгірдің аузын көріп бейімімен ішіне қойып кетеді. Бірақ келесі сәтте ол тесік тарс жабылады. Бұл үңгір емес, құрлық китінің аузы екенін олар кеш түсінді. Кит қатты түшкіріп бәрін сыртқа атып шығарады. Естерін жиып үлгермей жатып, жер астынан қызыл құстардың иірі ұшып шығады. Құстар зиянсыз көрінгенімен өте қатыгез еді. Олар санаулы секундта алып кетті. Тірідей жеп тауысады да отбасына шүйлігеді. Дәл осы сын сағатта Гип бақалшақты қатты үрлейді. Дыбысты естіген Гай бір сұмдықтың болғанын сезіп дереу Гипке қарай жүгіреді. Ол алауын бұлғап, құстарды үркітіп, бәрін құтқарып үлгереді. Гайдың бұл қабілетіне тәнті болған отбасы оны ұрлап әкетіп, өздерін жаңа баспанаға бастап баруын талап етеді. Жол бойы Гай оларға сансыз рет көмектеседі. Жер өткір тікенектерге толғанда Гай өз қолымен бәріне аяқ киім жасап берді. Ашулы маймылдарға кездескенде Гай оларға банан беріп жол ашады. Жартастың етегінде жолбарысқа тап болғанда ағаш бұтақтарынан аяққа киетін тіреуіш жасап, топты оңай өткізіп жібереді. Кенеттен нөсер жауын құйып, Грук бұны құбыжықтардың шабуылы деп ойлағанда, Гай үлкен жапырақты тауып алып мәселені шешеді. Бірге өткізген уақыттан кейін отбасы мүшелері бұл ақылды баланы бағалай бастады. Гайдың беделі тіпті отбасының жүрегіндегі әкенің орнын шайқалта бастайды. Отбасының құрметін қайтару үшін Грук шашын Гай ұқсатып сәнде, бәрін аңтаң қалдырған бірдеңе ойлап табады. Ол отбасын басып қала жаздаған велосипед деп аталатын құрылғыны құрастырады. Оның келесі өнертабысы бұдан да батыл еді. Ол тарихтағы алғашқы фотосуретті жасау үшін өз бетін таспен ұрады. Бірақ бұл әрекеттерінің бәріне отбасы селсоқ қарап, оның жасаған ештеңесін құптамады. Груктың ызасы келіп, ақыры Гайға тап беріп, екеуі төбелесіп кетеді. Дәл осы кезде тағы да жер сілкінісі болды. Отбасы Гайдың соңынан жүгіріп, ақыры ертеңгі күнге апаратын аңызға айналған мекенге жетеді. Олар қуаныштарын тойлай бергенде жердің жарылуы оларға қарай тез жақындайды. Гай оларды өзімен бірге алып кетпекші болды. Бірақ олар тым баяу қимылдап, құлау алдында тұрған жерде қамалып қалады. Грук қас қағым сәтте отбасының аман қалуы үшін өзін құрбан етуге бел буды. Ол жақындарын құтқару үшін бірінен соң бірін жардың арғы бетіне лақтыра бастайды. Бәрінің қауіпсіз жерде екеніне көз жеткізген соң, Грук теңселе басып үңгірге қайтады. Гай үйреткендей алау жағып отбасына жарық түсірмек болды, бірақ олардың қасында жоқ екенін түсінеді. Ол қолына бояу алып, қабырғаға бір сызықпен отбасының бейнесін салады. Енді отбасының бейнесі сақталғандықтан ол өлімнен қорықпайды. Сол сәтте Грук артынан бір қозғалысты сезді. Бұл алып жолбарыс еді, бірақ ол қастық ойламаған, тек жылыну үшін алауға жақындағысы келген еді. Дәл осы сәтте алыстан бақалшақтың дыбысы естіледі. Грук отбасына қауіп төнгенін түсініп, дереу бір амал ойластыра бастайды. Ол үлкен шайырмен қапталған алып қаңқаны тауып алады. Содан кейін қатты айқайлап қызыл құстардың үйірін өзіне қаратады. Құстар оған қарай ұмтылғанда Грук алауды жағып, жолбарыспен бірге қаңқаның ішіне тығылады. Құстар жақындаған сайын шайырға жабысып қалады. Грук алауды қолға алып, құстар үйірін керекті бағытқа қарай айдайды. Жер толығымен қирап жатқан соңғы сәтте олар аман-есен қашып шығады. Соншама ауыр сынақтар мен қиындықтардан кейін отбасы қайта қауышады. Осы сәттен бастап олар осы
көркем, жаңа өлкеде өмір сүруін жалғастырып, тайта тілеген күндерін тойлайтын болады.